Сәулет құрылыс бақылау басқармасы бұдан 10 соттық жердің кезегінде тұр. Алдағы Халыққа қызмет көрсету Төтенше жағдайлар департаменті қаламызда. қазір Наурыз тұрғын үй бағдарламасына құжат қабылдады. Отырып та бірден істеп жатқандарымызды деген сияқты ма? Қазір сұрағымызға шығып алайық. Безукқа қойып. Шымен қоям ба бірінші сұрақты? Маған бітілішке өңі? Дайын қода? Қызыл. Мағжан, студиямызға қош келдің. Рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Наурыз құтты болсын. Мағжанды мен деген неше жыл болды? Сен таныған ма? 2010 негізгі өзім еңбек жолымда осы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасында молодежный жастар тәжірибесімен бастадым. 2018-де келдім осында. Сол не ретінде осы Айзда Айнабековна бекітті бізді ұстазымыз ретінде, жауапты маман ретінде бізге барлық тапсырмаларды берген. Сол 2018-ден бастап осы кісімен тәжірибемді бастадым деп айтуға болады, еңбек жолымда. Қазіргі таңда сол бірге сол мекемеде жасап келеміз. Қазір сол басқарманың мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының басшысын міндетін атқарамын. Көрермендерге түсіндіре өтейін. Мағжан Мұратович, Мағжан дей берейін, енді қарапайым болсын. Халыққа түсінікті болсын. Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасында мемлекеттік сәулет құрылыс инспекция бөлімі бар. Сол бөлімнің басшысы қызметінде жаста болса бір үлкен істі атқарып отыр. Так, осы орайда сізге Мағжан сұрақ қояйық. Сол 2018 жылы келгенде неше жаста болдыңыз? Және де осы мамандыққа келуге ата-анаңыздың ықпалы болды ма, әлде өзіңіз тарапынан келдіңіз бе? 2018-де ол кезде 20 жаста болдым. Яғни мектеп бітірер кезде жаңағы ЕНТ-дан, ол кезде бізде ЕНТ тапсырамыз. Сол ЕНТ-да кішкене нашарлау балл жинап қалдық. Қобалжыдық па, я болмаса басқа тағдырдың сәті солай болды ма? Универге түсе алмай, осы Орал қаласының Уральский колледж газа нефти отраслевых технологий деген колледж бар. Қарапайым халықтың арасында агроколледж. Соның құрылыс мамандығына түсіп, 3 жыл ускоренно оқып шығып, бітірген кезде, ол кезде енді жаңа тәжірибеміз жоқ, тек қана теориялық білім алған жас буынбыз ғой енді. Сол кезде үлкендердің жаңағы ұсынысымен Мансап орталығына бардық, яғни центр биржа трудаға, яғни. Сол жерде құжаттарымызды әзірлеп жүрген кезде ұсыныс түсті, осы ГАСК деген мекеме бар екен, соған жаңағыдай өтуге, баруға, тәжірибе алуға. Ең алдымен әкеме хабарластым, әкем де осы құрылыс саласында қызмет атқарады. Сол қарапайым айтқанда, білмеймін, папа ГАСК деген жерге жіберіп жатыр. Папам деген сұрып, бар, ойбай, ол жақсы жер, мықты жер деп. Бүткіл облыстың құрылысына жауап бересің, ойбай, бар деп. Сол, ол кезде түсінбейміз ғой, білмейміз ГАСК деген не, бізде тек қана теория түрінде есеп-қисаппен материалдарды оқыды да, ал енді именно юридически заңдылық жағынан құрылыс қалай салынады, қандай ретпен жүреді, кім бақылау жасайды, ол туралы енді қазір таңда білмеймін, мүмкін бар шығар, бірақ біз оқыған кезде сол жаңағы колледждің бағдарламасында ондай болған жоқ. 6 ай осы мекемеде практика өтіп, сосын жоғарғы білімді жалғастырдым. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан техникалық университетінде оқытуда құрылыс мамандығын аяқтағаннан кейін осы бас маман ретінде жұмысқа кірдім, орналастым 2021-де. Сол жаңа сіз ГАСК деп жатырсыз ғой да, жалпақ тілмен айтқанда, ол қандай салаға меңгеріледі? Мысалы, халық оны түсінбейді ғой, соны ашып айтсаңыз. Жалпы енді ГАСК-тың құзыреті жалпақ тілге барлық халыққа түсіну үшін құрылыс саласында прокурор деп айтуға болады. Себебі
осы облыс аумағында салынып жатқан барлық құрылысқа, яғни күрделі құрылысқа бұл жерде нақтылап айту керек, себебі түсініспеушілік болуы мүмкін. Күрделі құрылысқа жауап беретін мекеме тексеріс ашады, қателіктер көрілсе жаңағыдай айыппұл салынады, және де ең алдымен нұсқама беріледі түзеу жөнінде. Осыны бақылауға алып отырады. Қазіргі таңда осы елбасымыздың тапсырмасы бойынша құрылыс саласын күшейтуде. Енді 2016-тан бері біздің мекеме құрылыстың аяқталған кезде қабылдауға қатысып, құрылыс біткен құрылыстарды қабылдауға қатыспады. Енді осы 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап аяқталған құрылыс міндетті түрде кәсіптің маманы, яғни біздің мамандар барып қарап, міндетті түрде қарап, яғни аяқталғаннан кейін өзінің қолын қойып, барлық стандарттарға, сапаға сай деп өзінің қолын қойып қабылдау алады. Яғни бұл шара осы құрылыс объектілерінің сапаларын, тұрғын үйлердің сапаларын көтеруге зор әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Рахмет, енді түсінікті. Мағжанды айтып өту керек, Жазира. Бізде 6 ай практикада жүрді ғой. Соның өзінде магистратурада оқып жүрді, қатар алып жүрді. Оқумен жұмыс. Иә, оқумен жұмыстанып жүрген бала. Енді келесі сұрағым, енді жақында мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Енгізілу парламентте бірінші қаралымда мақұлданды. Енді жаңалықтардан, әлеуметтік желіден жақсы көрсетіп жатыр ғой, біраз өзгерістерді көрсетіп жатыр да. Менің бір тоқталып атап өтетінім, мен қазір декретте мемлекеттік қызметкермін ғой, енді атап өту керек. Осы жұмыс декретке шықпас бұрын госорганда, жұмыста біздер арыз шағымның ортасында жасаймыз да. Кез келген бір ошибка бір жерге жіберсек, оған деген наказание аламыз. 6 айға дейін ескерту береді, сол тұрады. Сосын праздник уақытта жақындап қалғанда біздер премия алмай, сондай сәттер болып жатады. Енді бір қуантқаны деп айтып отырғаным, бұл 6 айдан 2 айға дейін қысқартылды да. Сол қарастырылып жатыр. Сенің ойынша бұл мемлекеттік қызметкерге босаңсу беріп қоймай ма, әлде бұл жақсы ма, бір басқаша талап бар ма деген сияқты ойың қандай? Әрине, ол осы салада ұзақ уақыт бойы тәжірибелі маманға наоборот септігін тигізеді, стимул береді. Былайша айтқанда, қазіргі таңда өзі агентство по делам госслужб, мемлекеттік қызмет агенттігінің өзінің анализіне сәйкес госслужбада тәжірибелі, мемлекеттік қызмет тәжірибелі мамандар жеке секторға кетіп қалу фактілері көбейіп жатыр. Яғни анализге сәйкес бұл ненің белгісі? Бұл біріншіден біздің мемлекеттік қызмет өте күрделі, жанжалдың, айқай-шудың ортасы, және де еңбек ақының жеке секторға қарағанда төмен болуы. Сол себепті сол үстемдік ретінде, яғни ынталандыру мақсатында ойластырылған зат деп ойлаймын. Тағы бір осы заң өзгерісінде енгізіліп жатыр. Яғни бізде е-өтініш деген платформа арқылы өте тығыз жұмыс жасаймыз. Сол е-өтініш бойынша заңды қараған кезде, арызды қараған кезде, ең соңында арыз иесі бізге баға қояды. Біз өтінішті қалай жауап бердік, дұрыс жауап бердік па, уақытылы жауап бердік па. Қалай қарастырдық? Мысалға, сіз колл-центрға звондаған кезде соңында айтады ғой сізге. Оцените. Сол сияқты өзінің бағалары бар, жақсы, өте жақсы, нашар деген сияқты. Кейде енді әрине өкініштісі біздің өтініш иелері неадекватно, сынға сәйкес келмес эмоцияға беріліп, нақты баға бермей жатыр. Өз басым тәжірибемде сондай бір әділетсіз бағаның кесірінен қателеспесем 6 айдай түсініктеме жазып жүрдім каждый квартал сайын. Бір өтініш иесі арыз жазып, бір жұмадан кейін өз өтінішін кері қайтарып алды. Мен соған жауап берген кезде ол соған бағаға өте нашар деп баға қойды.
Енді бізде өтініш деген енді жылына біздің мекеменің өзіне 1000 обращение келеді. кетіп қалды дейсіз. Ал біз бәленбай мекемені оны каждый өтіп ашып қарамайды ғой. Бір выгрузка жасайды әкімдік орталықтан, сосын жаңағы өте нашар деген алады да, түсініктеме алу үшін каждый мекемеге жүреді. Не себептен өте нашар? Сол жаңағы енді әділетсіз баға үшін былай айтқанда жоқ, наказание дегенде наказание емес, просто сол үшін сен уақытыңды бөлесің. Мысалы бір кейбіреулер мысалы шыны керек өз заңды құқықтарын асыра сілтеп пайдалануға болады. Мына судьялық термин бар, юридический, злоупотребляет своими правами и обязанностями. Сонда кейбір азаматтарымызда бар, ол айту керек, мойындау керек. Бұл бағытта мемлекеттік қызмет агенттігі тек қана осы мемлекеттік қызметшілер арасында емес, сонымен қатар қарапайым халық арасында да өзінің құқықтарын дұрыс пайдалану жөнінде үгіт насихат жүргізу керек. Яғни біреулер болады, енді шыны керек іш пысқаннан отырады да, арыз жазып жібереді отырады да. Оған сен соны Көп қой енді ондай. Менің тәжірибемде мындай болды, даже оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласынан бұрынғы журналист өзі кітап жазған, сол кітабын сатуға бізге өтініш арқылы заявление жазды. Менің кітабым осындай 2000 теңге тұрады. Алыңдар, алмасаңдар мен сендерді сотқа беремін деп. Бұл енді заң бойынша біз ондай коммерциялық нені АППК бойынша арыз ретінде келіп түскесін, оны біз қабылдауға міндеттіміз. Оны қабылдап еще біз оған бас тартқандықтан ол міндеттерді слушание жасауымыз керек. Біз не себепті бас тартып жаттық? Оған еще арнайы протокол жасап, оған арнайы уақыт бөліп, беріп, шақыртып, сондай қызық нелер болады енді. Бірақ соған қарамастан өзіміздің жұмысымызды атқарып жатырық, еңбек етудеміз. Ал енді осы өзгерістерді жаңа айтып жатыр да, жеңілдетті, 2 айға қысқартты дейді. Ал қандай жағынан ол керісінше күшейтілді? Не өзгеріс болды сол бағытта? Үш жыл сайын зарплата өсіру керек та, көсілушілерді сол бір өзгерістер. Қатаңдату жағынан енді шыны керек, біз бірінші в первую очередь позитивный жағынан қараймыз ғой енді. Неге жаңағыда енді қатаңдату, күшейту жағынан шыны керек мен әлі оған жеткен жоқпыз да. Таныспап шыны керек. Болмай қойсын, е. Айзада. Енді көрермендер, бізде деген бірінші подкаст халықпен бірге. Сондықтан да осындай техникалық жағынан не болып жатыр? Алдағы уақытта жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы келесі подкастқа 3 петличка алуға уәде береміз. Енді жақында құрылыс кодексі, біз почти 10 жыл күткен құрылыс кодексі бекітілді да, 2026 жылдың 9 қаңтарында. 10 жыл бойы күттік, мен өзімде бармын, соның ішінде ұсыныстар жаздық та, комитетке талайынан депутаттардың сұранысына жауап бердік осы құрылыс кодексі бойынша. Мен енді жалпылама танысып шықтым, аса бір өзгерісті байқаған жоқпын деп айта аламын. Сен енді жұмыстанып жатсыңдар осы қазір басқарма болып та, қандай нақты өзгерістер болды? Мен бір байқағаным, баптар көбейіп кеткен, да? Баптар көбейіп кеткен. Бірақ та аса бір өзгерісті байқаған жоқпын. Сенің жұмыстанып жатсыңдар, жаңағы қандай бағытқа баса мән беріліп не істелген, функциялар қарастырылған. Сосын құрылыс компанияларын осы қандай өзгерістермен хабардар етесіңдер? Рахмет. Құрылыс кодексі өзіңіз айтпақшы, шынымен де көптен күткен құжат. Былай қарасаң, барлық салада өзінің кодексі бар. Жер кодексі, су кодексі, экологиялық кодекс, тек қана құрылыс саласында кодекс болған жоқ осы күнге дейін. Сол осы 9 қаңтарда президентіміз қол қойылды. Ең басты бағыт осы құрылыс саласын цифрландыру болып табылады. Осы жақында өзі президентіміздің үкіметпен отырысында өзі де медицина саласы бойынша көп көңіл бөлді, бірақ сонда да жалпы осы біздің саладағы цифрландыру бойынша сын деп білем.
медицина саласында 45-ге жуық электрондық платформалар бар екен. Яғни олар бірін-бірімен және бірін-бірімен интеграция жасалынбаған. Құрылыс саласында дәл солай. Яғни жерді алу үшін бөлек платформа, одан кейін шашыраңқы, техусловия, жаңағы свет, газға қосу үшін бөлек платформа, рұқсат алу үшін бөлек платформа, құрылыс басталған туралы бөлек платформа, оның сапасын бақылау туралы құрылыс платформасы бар, ол бөлек платформа, әртүрлі бір 10 шақты, 10-нан көп платформа бар. Яғни олар бірін-бірімен біріктірілген, интеграция жасалмаған, толыққанды. Енді осы құрылыс кодексі бойынша ең алдымен бірінші тапсырма осы барлық құрылыс саласын цифрландыру, электрондандыру. Осы кезге дейін барлық құжаттамалар қағаз жүзінде жүргізілді, және де электронды түрде жүргізілді, дублировать етілді бірін-бірімен. Бірақ басым бөлігі қағазға приоритет қойылды, былай айтқанда. Ендігі осы құрылыс саласы міндеттеліп тұр толыққанды цифрландыру. Қағазды азайту мүлдем жою да. Себебі жаңа құрылыс платформасы арқылы осы ұлттық жоба жайлы мектеп ұлттық жобасында толыққанды құрылыс платформасын жүргізілді. Өзінің полностью жаңа төменгі жер жұмыстарынан бастап конечный жаңа толыққанды аяқталуына дейін барлық осы құрылыс арқылы жүргізілді. Оның өзіндік плюстар да бар, минустар да бар. Минус ретінде енді жаңа платформа болғандықтан біздің әріптестеріміз, енді мердігерлер үйрен салмады басында. Жаңа әрбір атқарылған жұмыс бойынша ақшаны осы құрылыс бойынша төлегендіктен кейбір жаңа мекемелер уақытылы өзінің қаражаттарын ала алмай, сондай қиыншылықтар туындады. Бірақ қазір таңда ол барлық нелер қалпына келтірілді. Разработчиктермен тығыз байланыстамыз. Керісінше плюстар көп, өте көп. Сонымен қатар құрылыс саласында құрылыс кодексінде запреттер көбейтілді. Бұрын генплан мен ПДП деген ПДП деп аталады. Осы жергілікті тұрғын жергілікті населенный пункт дейді ғой, енді солардың болашағын развитиясын айқындайтын бірден бір құжаты. Ол кезінде әкімдіктердің тарапынан қаулы арқылы өзгертіліп отырды. Ендігі құрылыс кодексіне сәйкес оны 2 жылда бір рет өзгертуге болады, және де оны міндетті түрде Астанадан сараптама өткізеді. Яғни бұл сараптама болмаса өзгеріс енгізуге болмайды. Яғни былай айтқанда нүктелі құрылысқа тыяды. Нүктелі құрылыстар. Жаңағыдай құрылысшылар бізде қалай көбінесе құттай қаражаты пайда болды ма, коммерциялық объектті салып тастайды. Онда енді болмайды. Ендігі без документі бастап кетеді, жоспарлы түрде бір табыс пайда болды ма, коммерциялық объектке жұмсап тастағысы келеді. Ендігі бағытта болмайды. Енді бизнес өзінің бизнесін алдын ала кем дегенде 2-3 жылға жоспарлап, содан кейін барып құрылысқа айналысатын болады. Сосын ең басты өзгерістің бірі осы мемлекеттің құрылыс объектілеріне қабылдауына қатысуы. Тек қана ГАСК-лер емес, яғни мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау органдары, сонымен қатар төтенше жағдайлар органдары, ЧС, департамент ЧС міндетті түрде қатысатын болады. Өзінің әрбір маман бекітіліп, бір объектіге, бір ауданға, бір аумаққа, сол аудан бойынша өзі жауап беретін болады, жеке басымен. Қазір таңда жоқ. Бұрынғыдай акт приемканың өзіне емес, арнайы өзіндік қорытындылар берілетін болады. Қазір таңда біткен объектіге, яғни тапсырыс беруші құрылыс аяқталды деп департамент ЧС-ке өзінің госуслуга е-лицензия порталы арқылы госуслуга мемлекеттік қызмет ретінде заявка жібереді. Ол 2-3 жұмыс күн ішінде қаралып, комплектіске тексеріліп толыққанды. Өзінің перечні бар, қандай құжаттар тапсыру керек екенін. Соның толыққандылығы тексерілетін болады. 2-3 күн жұмыс кезінде әрі қарай өткен жағдайда 15 жұмыс күннің ішінде мамандар сол объектіге барып қарап шығу керек. Ал енді ГАСК мамандары бойынша тапсырыс беруші құрылыс басталғаннан бастап ГАСК-ның маманын шақыру қажет. Яғни
хабарлама деген бар, құрылыс монтаждау жұмыстарын бастау туралы. Сондай жаңағы тапсырыс берушіге мүмкіндік берілді ерікті түрде және еріксіз түрде. Ерікті түрде дегеніміз қалай? Ол өзі арнайы жоспар құрады. Мысалға әрбір жұма, әрбір 15 күн сайын, әрбір ай сайын касканың маманы келіп тексеріп күту жөнінде. Бұл жаңағы карательный емес, бұл профилактикалық түрде жүргізіледі. Қателіктер көрген кезде штраф болмайды, айыппұл болмайды. Бұл тек қана барлық жаңағы құрылыс монтаждау жобалық сметалық құжаттама сақталатын объектілерге, яғни күрделі объектілерге барлығына газ қатысатын болады. Сол жұмыс барысында болатын болып тұрды, келіп қадағалап қарап. Әрбір өзінің жоспарына сәйкес, әрбір маман өзінің объектісіне сол бекітілген жоспар негізінде келіп қарап тұрады. Қателіктер көрген жағдайда нұсқама беріледі, айыппұл салынбайды бұл жерде. Егер де енді осы нұсқамаға бағынбаса, әрине шара қолданылады. Тіпті лицензиясын жаңағы тартып алу жөнінде мәселе көтерілетін болады. Ондай мүмкіндіктер қарастырылған құрылыс кодексінде. Яғни жаңағы жозықсыз мердігерлерге тиісті нақты шаралар қолдану жөнінде. Жаңа енді сіз айтып кеттіңіз ғой, нүктелік деп, точечный. Бізде енді қалада не көп, таунхаустар көп, шыны керек. Кез келген мемлекеттік, мысалы, мектеп болсын, ол енді қадағалауға алынады. Ал осы таунхаустар туралы не айтасыз? Және де, мысалы, халық үй алам десе, қандай шараларды, қандай деңгейлерді қарастыру керек? Бұл жерде жаңа атап өткендей барлық күрделі құрылыстарға біздің мекеме жауапты болады. Ол жаңа мектеп, мысалы балабақша, өнеркәсіп орындар емес, сонымен қатар көп пәтерлі тұрғын үйлер, соның ішінде таунхаустар қадағалауға алынатын болады. Енді жалпы пәтер иелеріне, жаңа болашақ сатып алушыларға айтарым, ең алдымен құжаттың толыққандылығын болуын көз жеткізуін сұраймыз. Яғни оны арнайы біздің мекемеден, я болмаса жергілікті әкімдік тарапынан білуге болады. Сонымен қатар бұл бағытта біздер экспериментальный жоба ретінде арнайы телеграм бот ойлап таптық, жаңа канал арқылы. Сонда карта қарастырылған Орал қаласының, келешекте облыс аумағын қамтуға жоспарлануда. Пока тек қана осы Орал қаласы. Сол жерде білініп тұрады, заңсыз салынған, заңды салынған. Яғни әрбір құрылыс объектісінің фотосы, кім салынып жатыр, қалай салынып жатыр, застройщик барлығы жазылады. Кез келген адам қарай алады. Ол құрылыс бот деп аталады, телеграмда қарауыңызға болады. Және де ішінде бұзуға жаңа сот шешімі бар құрылыс заңсыз объектілерді көрсетіледі. Сол бұзу сондайға тап болмасын деп сұрап. Сол арқылы біздер халық арасында ақпараттандыру жұмысын күшейтудеміз. Сонымен қатар құрылыс саласында рұқсат болғанмен де құрылыс салуға үлескерлердің қаражатын тартуға арнайы бөлек рұқсат болу керек. Ол бойынша тоже осы платформада құрылыс кодексінің аясында сатылатын бірыңғай құрылыс платформасы болады. Соның ішінде осы үлестік құрылыс жөнінде бөлек арнайы бөлімшесі бар. Біздің Қазақстан тұрғын үй компаниясының өзінің официальный сайты бар. Сонда қай мекеме өзінің үлескерлердің ақшасын тартуға құқығы бар. Сол ақпарат көрсетілген. Бізде енді біздің облыста ондай саусақпен санарлық, даже саусақпен санарлық дегенді айтуда көп болады. Екі саусаққа да жетпейді. Себебі тек қана болашақты деген фирма барлық құжаттар рәсімдеп алынған. Екі құрылыс объектісі бойынша, біреуі осы 31-ші мектеп аумағында айналасында, Шмидт Айталиева көшесінің бойында. Жоқ, Оружейникіде емес, Шмидт 31 школа, Шмидт Айталиева, болашақтың өзінің үйлері. Сосын Ақжайық шағын ауданында 5 қабатты тұрғын үйі бар. Сол екі үйге рұқсаты бар арнайы. Нүктелі құрылыстың енді алдын алу мақсатында атап өткендей ең бірінші шара
жаңа ПДП генпланды өзгертуге Енді шектеу қойды. қазір тек Астана арқылы десе. Тек қана Астана арқылы арнайы сараптама өткеннен кейін жаңа нүктелі құрылыстың ең бірінші проблемасы неде, ол жаңа 1-2 жер учаскесін сатып алады да, соған тардай жерге тарқан қылтып енді тардай жерге енді үлкен зәулім үйлер салып қояды, оның парковкасы да болмайды. Қасындағы үйлерге де ыңғайсыз болады. Ол сол себепті ПДП-да уже сол тұрғын үйді жоспарлаған кезде ол бағалық уже коэффициент плотности, коэффициент жаңа өзінің қандай көлемде автотұрағы болу керек. Дұрыс қой. Ол барлығы қамтылған ба, қамтылмаған ба, оның энергетикалық жүйесі қандай, инженерлік жүйесі қандай, көтере ме, ол мүмкіндіктері бар ма, барлығы осы ПДП-да қарастырылады. Және де оған арнайы мамандар өзінің қорытындысын береді. Бұл салон талаптарына сәйкес келеді, келмейді деп. Егер де өтпеген жағдайда бұл уже әкімдік тарапынан рұқсат берілмейді. Рұқсат ала алмайды, ала алмайды. Жақсы, Айзада. Сараптама деген ол ұлттық сараптама деген ол Астанадағы частный ма, я гос па, мемлекеттік па? Мемлекеттік да? Түсінікті. Енді жаңа айтып отырдым ғой жоғарыда. Біз газ мекемесі жалпы арыз шағымдардың ортасында жүретін мекеме, госорган. Арыз шағымдар өте көп түседі. Бұрын мен жасағанда ЖТ-ның өзі жеке тұлғалардан 150-100 келетін еді. Қазір қалай жұмыстанып жатсыңдар, сол бойынша қазір көбейіп жатыр ғой енді. Соның көлемі қандай, мысалы арыз келіп түседі басқармаға да, мынадай құрылыс заңсыз, мынадай дүкен заңсыз, рұқсат құжаты бар ма деп. Содан кейін сіздің ары қарай действие іс-әрекетіңіз қандай, соны халыққа, тұрғындарға түсіндіріп кетсең. Чтобы арыз жазғанда не күтеді. Көбіне былай ғой, арыз жазады да кісілер деген. Менің арызым 15 күн болды жоқ, 1 ай болды жоқ, 3 ай болды жоқ деп арызын жауабын күтпей, жаңағы президентке жазып жатады, депутатқа жазып жатады, ал олар айналып келгенде кері гаскіге жібереді ғой. Бәрі қайтып келеді соған. Осы туралы сіздің іс-шараларыңыз. Айтуыңыз дұрыс. Соңғы осы статистикаға сүйенсек, 2025 жылы 1000 арыз шағым келіп түсті басқарма мекенжайына. 2024-те 900-дей обращение болды, арыз шағым, яғни көбею байқалады. Және де басқарма мамандарымен тағайындалған тексерістердің де саны көбеюде. Егер де 2024-те 80 проверка болса, тексерістер болса, 2025-те уже оның саны 100-120 болды. Және салынып жатқан әкімшілік айыппұл саны да көбейіп жатыр жыл санап. 2024-те мысалға біздер 50 миллион айыппұл салдық. Оның алдындағы жылдары 20 миллион, 25 миллион айыппұл жылына салып отыратынбыз. 2024-25-те осы күрт көбею байқалады. Жалпы енді процедураны айтатын болсақ, ең алдымен арыз келіп түседі. Оның заңнамалық талаптарына сәйкес арызда міндетті түрде нақты фактілермен оны дәлелдейтін құжаттар болу керек. Ол дәлелдейтін құжаттар дегеніміз не? Ол біздің ұлттық экономика министрлігінің түсініктемесіне сәйкес, түсіндірмесіне сәйкес, ол фото, видео материалдар, я болмаса басқа мемлекеттік органдардың официальный жаңағы өзінің ответтері, жауаптары болып табылады. Және басқа да заңды жүзде алынған любой құжат, документ, фото материалдар дәлел ретінде пайдаланылады. Бұл не себепті? Мысалға бір осы алдында атап өткендей, кейбір тұрғындар өзінің құқықтарын аса сілтеп пайдалану фактілері бар. Соны болдырмау үшін және бизнеске әсерін тигізбеу мақсатында, асыра сілтеп тексерісті күшейтпеу мақсатында осы фильтрді қойып қойды. Яғни міндетті түрде дәлел болу керек. Дәлел болмаған жағдайда біз оны көрсетеміз, арыз иесіне түсіндіріп жазамыз, осылай айналысамыз, түсіндірме жұмыстары айналысамыз. Көбінесе шыны керек тұрғындар алады,
өзінің арызын жазады да, алайда фото нақты дәлелдер көрсетпейді. Бұл өз әсерінде бізге кедергі келтіруі мүмкін. Және де тағы бір кедергі келтіретін мәселе, мысалы көшеде кетіп жатырып, бір құрылыс объектісінің нақты ақпарат болмағандықтан біздің тарапымыздан да кейбір тұрғындарымыз кім салып жатқанын білмейді де, фотоға түсіреді, салып жібереді. Ол заң бойынша өз арыз иесі нақты көрсету керек. Мысалы адресі осындай мердігерді тексеруіңізді сұраймын деп. Ол да өзінің негізгі барьер ретінде болып табылады, кедергі келтіруі мүмкін. Ол бойынша біздер басқарма тарапынан түсіндірме жұмыстарын күшейтудеміз. Паспорт объекті ұмытылу керек қой, кез келген қорсақ. Иә, негізі жазып тұрады ғой, қай кезде басталады, кім салып жатыр дейді. Кейбір кезде сосын қазір таңда енді юристтер заманы ғой, адвокаттар заманы. Бұрын газ біздің мекеме құрылыс тексеріс тағайындаған кезде жер учаскесіне арест қоя алмайтынбыз. Яғни біз тексеріс тағайындаған кезде, мысалы бір кісіге, мысалы Иванов деп атайық, Ивановқа тексеріс тағайындадық, ол барады да өзінің баласына Петровқа алады да жерін жаза қояды. Заң бойынша біз Иванов бойынша тексерісті міндетті түрде тоқтатуымыз керекпіз. Себебі ол жер өз жердің менікі емес. Баласы болсын, мейлі әйеліне болады, енесіне болады. Ондай біздің тәжірибеде көп болды. Енді осы құрылыс саласында, осы құрылыс кодексінде көрсетілген КАСК мекемесі тексеріс тағайындаған кезде аудара алмайды енді. Иә, біз бұғаттау қоя аламыз жер учаскесіне. Иә, дұрыс. Нотариально енді несі болмайтын болып тұр. Иә, жаңа уже юстиция, әділет департаменті уже бізге осы келісімшартта тіркеген кезде бізден міндетті түрде рұқсат біз егер біздің бұғатымыз тұрса, біздің обременениеміз тұрса. Яғни бұл кезегінде шыны керек бізге өте көп мүмкіндіктер пайда болады, бірақ та ол мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана білу керек. Яғни кейбір бизнеске зиян келмейтіндей. Сол себепті осы сіздің платформаңызды пайдаланып, осы құрылысшыларға, Батыс Қазақстан облысының Орал қаласының құрылысшыларына үндеу жасағым келеді. Яғни пайданың артынан қоймаңыздар. Ол біреуді алдасаңыздар да, болмаса аттап кетсеңіздер де, ол бәрібір де сіздің алдарыңыздан шығады. Ең алдымен заң аясында сапалы түрде жұмыс жасауға шақырамын. Және де барлығын қазір таңда электронды форматқа көшуге шақырамын. Е-құрылыс платформасы арқылы бұл сізге керісінше өте тапсырыс беруші ретінде сіздерге өте тиімді деп ойлаймын. Себебі сіздер нақты құрылыс, қарапайым мысалға шығыныңызды көре аласыз. Мысалы қанша тас кетті, қанша цемент кетті. Ол сіздің объектіңізге, мысалға сіз сатып алдыңыз заводтан 100 мешок цементті. Ол сіздің объектіңізге қанша көлемде келді, сіз білмеуіңіз мүмкінсіз. Сол себепті ол уже бағалық мониторинг бақылау ретінде қадағалап көрсетіліп тұрады. Және де осы сіздің эфиріңізді пайдаланып техникалық қадағалаушыларға үндеу жасағым келеді. Сіздер осы біздің КАСК-ның көмекшілері болып табыласыздар. Осы сапасы жағынан көңіл бөлуіңізді сұраймын. Сапасы жағынан. Ең алдымен сапа. Сіз енді Мағжан мырза қаратсаңыз, енді еңбек өтіліңіз көп адам сияқтысыз, иә? Бірақ енді жұмысты айтпай, былай жеке басыңыз туралы кішкене айтып кетейік. Өзіңіз жұмыспен жеке өміріңізді қалай үлгересіз, отбасыңыз бар ма, немесе қазіргі таңда енді жоспарлап жүрсіз бе? Бізге де сол жағын енді бір тек мемлекеттік қызметкер емес, одан тыс, кабинеттен тыс, кәдімгі өзге бір тұлға ретінде қарастырсақ. Ол бағытта енді әрине жұмыс. Үйленген жоқсыз, міне қашан үйленесіз онда? Ойдақпын, иә. Шыны керек енді мемлекеттік қызмет көп уақыт алады. Таңертең 9-дан бастап кешкі 9-ға дейін барлығымыз, тем более уже басшылық құрамына кіргендіктен шыға алмай қаласыздар да кабинеттен. Шыны керек, ол мойындау керек. Себебі
әсіресе осы 2024-те жаңа паводка кезінде өте қатты білінді. Себебі ел болып, жер болып барлығымыз ең осы республика бойынша залал келген біздің облыс болып табылады. Бір құрылыс сезонында 800 үй салып беру ол өте үлкен еңбек. Көп не түсті деді ғой сол кезде. 800 үй салып бердік бір құрылыс сезонында. Мысалы басқа облыста да ондай көлем болмады. Сіз жұмысқа кетіп қалдыңыз тағы да. Опять-таки сол айтқым келген енді сол өз уақытымыздан бөлек кешкі уақыт демей, күндіз түндіз демей сол неде жүрдік. Кішкене енді жеке өмірге де көңіл бөлінбей қалып жатыр. Қазіргі таңда бойдақпын, жоспарым да бар негізі. Міндетті де ол кісіде жаңағы көңіл қосқан кісімде сол мемлекеттік қызметті таңдады. Онда түсінеді енді сізді де. Олда да осы мен сияқты қадағалау органда жасайды жаңа. Ол тек су экология бағытында, су қорғау бөлігінде. Өзім хоббиім ретінде енді футболды қатты жақсы көрем, қарауды, балет етуді көбінесе Англияның, футбол енді отаны Англия болғандықтан, Англияның лигасын өте қатты қараймын, үзбеймін деуге болады. Команда. Енді ол енді көп ешкім естімеген шығар, Тоттенхэм Хотспур деген. Тоттенхэм Хотспур деген. Футболка бар еді. Сізге бере салайық. Ол онда деген біздің айтса да бәрін тауып алады дейсізді. Пакет алуға уақытымыз болмай қалды. Саған рахмет көп-көп. Мынадай футболка енді Сіз енді уақыт бөліп келіп жатсыз. Рахмет көп-көп. Біз дұрыс тапқан шығармыз енді, біз ондай футбол қарамайды адамдармыз. Рахмет көп-көп. Сүйікті футбольный команданың деп ойлаймын енді, да? Иә, әрине рахмет. Енді осыны киіп жақсы футбол. Бір уақыт тауыңыз енді өзіңізге де сондай осыны киіп шығатындай. Енді футболға да, ойнауға да кішкене уақыт бөліп жатыр. Осы жақында опять-таки жұмысқа енді бағыттап жатырмын ғой. Бізде жаңағы 2021-ден бастап традиция пайда болды. Осы именно мемлекеттік қызметкерлер арасында, иә, министрліктің қолдауымен әрбір жыл сайын қайда барып бірінші Алматыдан бастадық, кейін Астана, биыл осы Ақтөбе қаласына барып келдік. Келесі жылы Қызылордаға бару жоспарланды. Яғни министрліктің қолдауымен барлық облыстан осы газ коллегаларымызбен бірге кездесіп, 2 күн, 3 күндік спартакиада футболдан жарыс болады. Соған біздің командамыз енді қызақты сөз бар ғой, енді жұрттың арты болмай, яғни көштің арты болмай, алдыда болмай, сол ортасында жүргенде сол результаттарымызды жақсартуға тырысып жатыр. Жақсы болады деп ойлаймын. Басқа да енді хоббилардан енді кітап оқығанды жақсы көремін, көбінесе. Айтып берейінші. Жақында госслужбаға қатысты заңды талқылауда Бақытжан Базарбек депутат айтты ғой. Госслужбаларды пятница сайын босату керек, кітапханаға жұмсау керек, жіберу керек вақытты творчествомен. Абай мен Макиавеллиді оқысын деп. Біздер жаңа саған бір сыйлық жасайық деп, енді бірінші подкастымыз болғасын, бірінші қонақ болғасын. Жаңа Макиавеллидің кітабын іздегенім, сонымен таба алмадық. Бақытжан Базарбекті отметка жасап қоятын Инстаграмға ол болмай қалды. Сондықтан Тоттенхэм футболкасы бұйырды. Енді жаңа айтып өттім, осыған көзқарасың кітапханаларда, ол негізі ойлаймын 4 күндік жұмыс, ол и так госслужбада жұмыс көп, штат аз бізде де. Ол жаңағы не? Жұмыс пятницаға. Ол бөлек арнау, ол артық болып кетпей ма? Мысалы, онсыз да негізі мына бағытқа бөлу керек та. Мысалы, спартакиада футбол ойнайсыңдар ғой. Осы ойнағанда орын алған мемлекеттік қызметкерге немесе басқармаға жаңағы премияльны ақша бөлу керек, керісінше. Ынталандыру мақсатында. Осы жөнінде көзқарасын, осымен сосын қорытындылап жіберсек.
иә енді бізде енді сол инстаграмнан әлеуметтік желілерден көргесін көбінесе ойлайды жаңағы осы Бақытжан Базарбектің айтуы бойынша тек қана кітап оқу, ол тек қана олай емес, ол дұрыс. Әрине кітап оқу рухани даму қажет, бірақ осы 5-ші күнді жаңағы рухани күн деп атаған кезде ол тек қана спортпен айналысуға да шақырады. Осы заң аясында қарастырылған. Бұл пока енді талқылануда. Осы футбол саласында да я болмаса басқа да спорт салаларында көңіл бөлінуде шыны керек деп ойлаймын. Себебі кейбір мекемелерде, енді біздің мекемеде күнде жаңағы ден сурка дейді ғой, енді бір бағытта қайталанып кетуі мүмкін. Сол адамды жалықтыру емес, сосын бізде көбінесе енді негативті не болғандықтан арыз шағым, соттасу адамға өзінің әсерін тигізеді. Осы әсіресе көктем уақытында күю. Мысалы менде қазір таңда 5 маманым бар, соның 3-і вакансияда тұр. Штат бойынша 3 адамның мойнында 6 адамның жұмысшысының. Және де осы біздің басқармада именно мен басқарып отқан бөлім, қалай айтсам болады, жұмыстың 70-80 көлемін алады. Жаңағы басшым айтпақшы, мақтайын десем жалмаузымсың, қарғайын десем жалғызымсың демекші. Сол барлық жақсылықта, жаманды да осы менің бөлім алып келеді. Сіздің мойындарыңызда да? Біздің мойнымызда, иә. Басқа енді бөлімде де кемсітім келмейді, әрине, бірақ та енді көбінесе алда жүрген біздің бөлім болып табылады. Осы спорт арқылы ынталандыру өте дұрыс болып табылады. Себебі біріншіден коллективный дух дейді, енді корпоративный духты көбейтуге күш әсерін тигізеді. Мысалы жақында Ақтөбеге барып келдік, барлық басқарма болып. Футбол мысалға кейбір жаңағы әйел адамдарда бар бірге әріптестеріміз, олар футбол ойнамаса да бізге жаңағы қолдау көрсетіп, ол да өз кезегінде корпоративтік духты күшейтуге әкеліп соқты деп ойлаймын. Сізді бір жұмада енді осы футболкамен көрейік. Рахмет көп. Сізге де көп рахмет. Бастамаларыңыз құтты болсын, тағы да осы бірінші подкасттарға шақыратқаныңызға көп рахмет. Тек еңбектеріңіз, жемістерін көре беріңіздер. Сіздерді де үлкен ток-шоудан көріп отырайық. Менен бастаған осы подкасттарыңыз үлкен тұлғалармен жалғассын. Рахмет. Рахмет. Яғни бірінші подкастымызда айтып отырмыз ғой. Жаңа мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасында жаңа басшылық тарап келгеннен бері көптеген өзгерістерді мен байқап отырмын. Сонда айтып өтейінші подкасттың соңында. Жалпы штат бөлімінде негізгі қызметкерлер жаңағы, по-моему, Ақтөбеде, Алматы, Астанада обмен опыт работаемыз. Солымен барып келіп осындай жұмыс жасап жатыр. Ол үлкен жаңағы мақтауға тұрарлық, айтарлықтай нәрсе. Және алдағы уақытта да осындай нәрселер көп болса, бізде білікті мамандар көбейіп, біздің облысында ана облыстағы жұмыстарды алып келіпті ерекшеліктермен. Қазақстанда бір заң болғанмен, оны қолдану аясы, пайдалану әртүрлі ғой. Сондықтан біліктілікті арттыратын мамандар көбейеді деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы подкаст болды деп ойлаймын.